Ойбай. Ух. Бомба. Кудыш болды. Достар, қалайсыңдар? Каналға қош келдіңіздер. Я балалар, сәлеметсіңдер ме? Бүгін бізде бағым. Бүгін бағымның атымен тамақтанатын боламыз, е? Бағымда 5 әріп бар. Сол 5 әріпке 5 саталады бағым бүгін. Бірінші Б әрпіне не аламыз бағым? Не бар бұдан? Бар не аламыз, кеттік жүр. Бар не мына жерде тұр. Кассада біреулік бар не бар ма? Берін бәрі бесеулік қой. Жүр бар. Бағым яқта болу керек. Өсерлерде болады не ғой. Бағым бер кел. Мына бағым бар не демен. Ал біреуін ал. Қайсын аласың? Немен алдың? Шоколадпен алдың ба? Мынаған салмаста. Кеттік па? Екінші А деген әріпке не аласың бағым енді? Екінші А деген әріпке не аламыз? Аға не аламыз? Не аламыз? Альбе не аласың ба? Жүр кеттік. Ал, альбени кән. Мына альбени тұр ғой? Мына альбени деген шоколад тұр ғой. Бір альбени алдық, е? Әде пакетке салып жатырық, себебі бізде корзинкада үйге алған заттарымыз бар. Араласып кетпес үшін, е? Енді Г деген әріпке іздейміз бағым. Ай, соғасаң Ғға қиындау болады ойым. Ғға іздейік болмаса. Бағым. Г деген әріпте не бар? Баянсыз, Г деген әріпте не бар? Г деген әріпте не бар? Груша, е? Кеттік, грушаға кеттік онда. Бағым қыз Г әріпіне груша алдық, е? Г ғып санадық, е, бағым, е? Енді Ы әріпіне іздейміз, кеттік жүр бағым. Ы әріпіне іздейді бағым қыз. Не аламыз Ы деген әріпке? Не бар баянсылы әріпіне? Ірімшіктен басқа. Біз үйге келдік. Біз мені барни алдық. Мен барни, альбени алдық. Сокыр, груш алдық. Йогурт, нана клубничный и мармелад. Біз Ыға ештеңе таппай, қанкері жауап кеткеннен кейін біз Иға йогурт алып жүрдік. Бағым бізде багим болды ғой. Хан балақай магазинде жылап, алатын затымыздың бәріне таласып, басқа зат әперсек те бәрібір. Бағымның қолындағын алам деп жағаласып кетті да. Позорить етпей, үйдің басынан алып та кете садық. Ы әріпінен ештеңе таппай кеттік біз. Достар, егер Ы әріпінен алуға, зат алуға болатын болса, жазып кетіңдерші, не келетін. Даже телефон мен интернеттен іздедік қой, Ы әріпінен не алуға болатын. Сосын хан балағай магазинді басына көтеріп жылағаннан кейін, ят болмасын деп, тез-тез Иға йогурт алдық та, Мыға мармелад алдық та, сөйтіп видеоға түсіре алмай қалдық, сол екі затымызды қалай алғанымызды. Ал енді бағым, баста, багим болып қалдың сен енді. Атыңа таңдау өте қиын екен, қазақ әріптер болғаннан кейін, е? Бірінші ода барни. Ал же. Ашады өзі бағым. Олай мұжып жеріне қызым. Ашып бер баянсылы. Қандайын алды, шоколадный лапты ғой. Шоколадный. Мен уже үйрен қағам өзім ашқан біледі. Бір қолмен аш, екі қолмен аш дегенге үйрен қағам. Несі үлкенсің ғой енді. Бұлар кішкентай. Қандай? Тәтті ба? Қандай екен? Тәтті ме екен? Болды енді альбинияға көшеміз ба? Асықпаса же басында. Бәрін жеп қойсын бі? Бәрін емес, енді бір-екі рет істеп жесін.
қалма. Су ішіп отыр арасында. Да. Су ішетін болса су ішін. Чтобы жеп жатқан кезде, сөйлеген кезде түйіні қалмау үшін су бізге. Иә, бәрі құрғақ болып кетеді себебі. Иә. Болды. Тағы істесе бірі. Болдың ба жеп бар неңді? Енді келесі. Бізде Альбени. Окей. Осындай альбени, ұзын альбени алдық біз. Үлкенін алдық, кішкентай болмады ғой. Қайттан өзім ашам дейді. Дұрыс қой, өзі ашсын енді. Қатты бағын, дәлі аша алмайды өзі. Ашады. Бағы машалады, иә? Окей. Банан тағыса алам. Немесе салаттарды астап алам. Иә, кішкентай шкафта ашады екен. Бір өзі бір альбени. Баян судың аузынан прям слюнки текут, да? Көзің тас кетті ма? Келесі жыл Баян Сұлу деген атпен тамақтанғың келіп кетті ма? Баян Сұлу емес, каналмен тамақтан. Ойбай, канал месендер. Сол магазинді көшіріп білесіңдер ғой. Өте көп арып қой каналдың атында. Баян Сұлудың өзінде аз емес, 8 зат. Ол 8 зат жегенше аузың көпіріп кетеді ғой. Қалай екен, тәтті ме екен? Ұнап жатыр ма саған? Енді келесі груша. Сосын кейін барып йогурт бізде. Асықпай же, иә? Төртінші сәт бізде. Асықпа, асықпасын, же басында. Сосын йогурт бар бізде. Көп ұзақ қарап отырғың келмей жатыр ма? Енді қанша төртінші сәт. Ішпі. Әкел. Асықпаңдар. Бәрі бағым тоқтады. Нені жебасы грушаң? Грушаң жесе, грушаң кішкентай ғана жедің ғой. Атыңда арып болғаннан жеуің керек. Ғы емес енді, г арпы болғаннан кейін. Ұнамай ма груша саған? Маған ұнайды жесі. Неге ұнамайды? Түрі бұзылып кетті ғой бағымның. Менеке қасығыма. Қасық мені. Өзі ашсын, өзі ашып жесін. Бір нәрсені ашсын да. Йогурт қой. Клубничный йогурт. Өзі жақсы көретін йогурт. Бағым клубниканы өте қатты жақсы көреді. Кез келген нәрседе клубника. И розовый цвет, иә? И сердечко. Сердечко. Барлық кішкентайлардың бәрі сондай ғой өзі. Қыздардың бәрінің ең жақсы көретін цветі ғой ол. Розовый. Бірінде розовый жақсы көрген. Маған да кішкентай кезімде розовый цветтер ұнайтын еді. Шынымен бар. Иә, бәріміз бала кезде, қыздардың бәрі бала кезде розовый цветті алайын еді ғой. Розовый киініп, розовый кофта, розовый жемпір, бәрін розовый қылып. Үлкейгеннен кейін ғой уже розовый қызық емес боқалады. Детский цвет боқалады да розовый. Бізде де бір қыз бар да гимнастикада, Айнара деген сол. Әлі розовый цвет жақсы көреді. 2008 жылда әлі розовый жақсы көреді. Енді болады ғой, үлкен адамдарды розовый цветпен алады. Ашып алдым. Ашып алдың ба? Молодец. Қандай екен йогуртың? Тәтті. Тәтті ме екен? Же, асықпай же. Үлкен қасық жедім. Кішкентай қасығында үлкен андай піштіп тұр ғой. Горкамен ба? Иә, олай. Баянға көзің қыссын деп қойса. Қоя сен. Қоя сал, иә. Қандай? Болдың ба? Енді бізде соңғы зат. Бесінші, ол бізде Crazy Party деген. Crazy Party деген. Иә, парти. Мармелад, иә. Магазин кіргеннен мармелад деген өзі. Разный цветный мармелад деді. Иә, ашып беремін Баян Сұлу. Өзін аша аласың ба, бағым? Ашамайсың, ау, сырты қатты ғой ол. Ашып бер, Баян Сұлу. Білесің аша бағаған. Азор болып па? Ойбай. Ух. Ух. Бомба. Кудыш буду.
біз андай змейка деп қойған ба, сондай тропическая змейка деп қойған ба Сапма? Змейка. Да, ұзын екен, Иә, ұзын. Біреу десем болады ма? Бер. Рахмет. Ада біреу жерім. Күштім? Біздің бағым өзі қайта мен видеоға түсейінші деп жүрген еді. Бүгін садиктен шықтық та, Магнумға барып видео түсіріп кеттік, бағым, Иә. Ұнады ма саған? Иә. Магазинде айтып қойды ғой, маған ұнап жатыр деп қояды ғой. Жиғай ас болсын. Арасында мен араласып кеткенмін ғой, Г-ға таппай кеттім. Бля, Г-ға таппадық, ол Г-ны қоя беріңдерші. Арпымыз дегеніміз, Жарты сағат болды. Иә, бір қатарға 3 реттен көрдік ба. Ең соңында бала жылағаннан кейін магазинді басына көтерді ғой. Жұрттың бәрі бізге қарап. Пазар істетпей тезірек кассаға барыпты, тезірек чик деп Иә, видеоға түсіріп үлгермей қалдық, йогурт пен мармелад алғанымызды. Адам көбейіп кетті, жей бер өзің, жей бер. Қой бір сосын жейміз, жей бер өзің. Қалай енді бағым? Қатты. Ұнады ма саған видеоға түскен? Иә. Осындай видео ұнады ма саған? Иә. Жылап деген мені видеоға түсірмейсіңдер, Дариға мен Баян суды түсе бересіңдер деген. Әкетаймен бірге шөге түсе береді. Иә, шө түсе береді, мені түсірмейсіңдер деп. Өзі бір видео түсірген кезде түспеймін мен деп өкпелеп қалған еді бізге. Неге шарды ақшаны ұтып деген басы видео түсесіз ба дегені түспеймін деп жауады ғой. Кейін түсті ғой бірақ бұл. Бір қол, екі қолда ғой қырсығы бұны түспей қойғаны. Екі қол мен ашырамын деп тұраған еді. Иә, бұған қолсыз ашу түсіп қалып, сонымен жылаған, иә? Дәрі қасай, жайында қаттан жоған жоқ молодец, бәрін ашты, только Альбиниден басқа. Альбини ашқанда біз теңге тең болатын едік қой. Енді бағым айт енді, не айтасың енді? Қандай, ұнады ма саған бәрі? Иә. Атыңның бесақ арып болып қалғаны қызық болмай қалды ма? Көп арып болу керек еді, көп зат жейтін едік, иә? 5 сатта аз зат емес. Фамилиясы да көп қой, 8 арып қойсын. Вот, осылай бітті, біздің каналға тіркелі. Бағым, не істейміз? Бағым. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Қандай видео түсіретін комментарийға жазыңыздар. Ұмытпаңыздар. Бағымға лайк басыңыздар достар. Тіркеліп қойыңыздар каналға. Бітті видеомыз, иә? Келесі